Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Көкшетау қаласының күніне арналған жер жоқтығы Көкшетау атты айдарымызды жалғастырамыз. Алдарыңызда Көкшетау қаласының тарихы музейінің ғимараты. Ғимарат 1880 жылдары қала тұрғын үй пішінінде салынған. Қазіргі уақытта республикалық маңызы бар ескерткіш болып саналады. Көкшетау жинақы, жайлы және солтүстік Қазақстанның өзіндік бірегей қаласы. Көкшетау жерінің қайталанбас сұлулығы мен табиғи байлығы ежелден шығармашыл адамдарды шабыттандырып, әндер мен поэмаларға арқау болған. Киелі өлкені өз шығармаларында 19 ғасырда Ақан сері, Біржан Сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса жырлаған болса, 20 ғасырда Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Кәкімбек Салықов және тағы басқа ақын жазушылар тілге тиек етіп жырлаған. Қаламыздың алғашқы көшелерінің бірінен орын алған біздің музейіміз Қанайби көшесі 32-ші мекенжайында орналасқан. 1880 жылы салынған бір қабатты көне музей ғимараты республикалық маңызы бар ескерткіш болып табылады. Және 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы жергілікті ағаш архитектурасының үлгісі болып келеді. Музейіміз Ұлы Отан соғысы жылдары жаралы солдаттарды емдейтін 18 кереуетке арналған штабтық госпиталь болған. Кейін бұл ғимаратта 1949 жылы Кеңес үкіметінің мемлекет қайраткері Валериан Владимирович Куйбышевке арналған мемориалды музей болды. 2000 жылы соның іргетасында Көкшетау қаласының тарихы музейі құрылды. 1880 жылы қарағай ағашынан бұралып салынған шағын 5 бөлмелі үйде қазіргі таңда өткен ғасырдың басы мен ортасындағы қалалық өмірдің экспозициясы орналасқан. 2021 жылы республикалық бюджеттен ақша бөлініп, мұражайдың ескі ғимаратында Алматы Қазреставрацияның қолдауымен қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді.